Саламатсыздар ма оқушылар? Менің аты жөнім Гүлзат Мырзағалиқызы Жулаева. Мақсұт Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернатының қазақ тілі мен әдебиеті пәндері мұғалімімін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бейбітшілік, жаһандық даму кепілі. Сабаққа негізделген оқу мақсаты қоғамдық саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдау, орта көлемді монолог дайындау, аралас құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, қолдану. Оқушылар, мен сіздерге қазір мәтін оқимын. Сол мәтіннің ішінде кездесетін қоғамдық саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразаларға назар аударып отырыңыздар. Нобель сыйлығының иегері мектеп бітірді. Ұлыбританияда Нобель сыйлығының иегері мектеп бітіруші аттестатын қолына алды. Нобель сыйлығын тағайындаушы комитет бейбітшілік саласындағы сыйлыққа 17 жастағы Малала Юсуфзайды лайық деп тапты. Малалаға дейін бейбітшілік саласындағы Нобель сыйлығымен әр түрлі ұлттан 15 әйел марапатталған екен. Кезінде үнді көшбасшысы Махатма Гандидің өзі 12 рет Нобель сыйлығына ұсынылса да, лауреат атағы оған ақыры бұйырмады. Гандидің өзі ала алмаған марапатты 17 жасар қыздың жеңіп алуы нені білдіреді? Әлі мамандық алып көрмеген жас Малаланы әлемдік ақпарат құралдары құқық қорғаушы деп атайды. 11 жасынан бері BBC желісінде блог ашып, көрген білгенін жіпке тізіп жазып отырған жас қыз әлемге әйгілі болды. 2012 жылы қазан айында пәкістандық қыз тәліптер тарапынан шабуылға ұшырап, ауыр жарақат алды. Осыдан соң Пәкістан үкіметі емделу үшін оны Ұлыбританияның Бирмингем қаласына аттандырды. 2013 жылы Малала Ақ үйде Барак Обама мен Мишель Обаманың қабылдауында болды. Содан соң Біріккен ұлттар ұйымының штаб пәтерінде сөз сөйледі. 2014 жылы қазан айында Нобель сыйлығымен марапатталды. Нобель сыйлығының ең жас иегері Ливанда Сириядан қашқан босқын қыздарға арналған мектеп ашты. 14-18 жастағы қыздарға арналған мектеп құрылысын қалпына келтіру жұмыстарын өз атындағы қордан қаржыландырған. Кейін Иорданиядағы босқындар лагеріне барып, сириялық қыздардың білім алу ісін ұйымдастыруға ниетті екенін айтқан. Малаланың блогындағы жазбалардан үзінділер. Мен Талибанға кек сақтамаймын. Мен содырлардың балалары білім алса деймін. Біз өз үніміздің салмағын үнсіз қалған кезде ғана сезінеміз. Экстремистер кітап пен қаламнан қорқады. Білімнің күші оларды сескендіреді. Кітап пен қалам терроризмді жеңетін алапат күш. Түркістан газетінен. Олай болса, оқушылар, бұл мәтіннің негізгі идеясы бейбітшілікті дәріптеу, сонымен қатар қыздардың білім алуына үндеу екенін байқап отырған боларсыздар. Және де мәтінде кездесетін қоғамдық саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразаларды түйіп отырсыздар деп ойлаймын. Ашық айыптады Нобель сыйлығы, ең жас иегері, алапат күш, комитет, лайық деп тапты, блог ашу, үкімет, штаб пәтер, сөз сөйледі, тағы басқа сөздер жатады екен. Бүгінгі тілдік бағдар аралас, құрмалас сөйлем. Құрамындағы жай сөйлемдері бір-бірімен салаласып та, сабақтасып та байланысқан құрмаластың түрін аралас, құрмалас сөйлем деп айтамыз. Аралас, құрмалас сөйлемнің ең басты ерекшелігі құрамында кемінде 3 жай сөйлем болады. Мысалға, назар аударайық. Адам өмірін түземіздеп, сан ғалымдар түрлі ойлар айтты. Ол ойларын халыққа таратып, том-том кітаптар жазды. Осы аралас, құрмалас сөйлемнің құрамындағы жай сөйлемдерге назар аударайықшы.
Адам өмірін түзейміз деп. Бірінші жай сөйлем, баяндаушы тиянақсыз. Сан ғалымдар түрлі ойлар айтты. Екінші жай сөйлем, баяндаушы тиянақты, салаласа байланысқан. Ол ойларын халыққа таратып. Үшінші жай сөйлем, баяндаушы тиянақсыз, сабақтаса байланысқан. Соңғы басыңғы сөйлем, том-том кітаптар жазды. Яғни көріп отырғанымыздай, бұл аралас құрмалас сөйлем 4 жай сөйлемнен тұрады екен. Аралас құрмалас сөйлемнің құрылымы екі үлкен мағыналық топтастыруға негізделеді. Бірыңғай мағыналық қатынас, әріңғай мағыналық қатынас. Яғни бірыңғайлық мағыналық қатынас мағыналары жақын. Жертөле тұсаулы аттай бір секіріп қалды да, оның төр жақ іргесі құлап, үстімізге су топырақ сау ете түсті. Яғни бұл жерде бірыңғай себептес қатынасқа құрылған. Әріңғай мағыналық қатынас. Кілті осы қағазда болды ғой деп, мен қағазды ептеп ашайын деп едім, жазуы жойылып кететін болды. Яғни бұл жерде көргеніміздей әріңғай себеп. Сонымен қатар қарсылық мән байқалады екен. Оқушылар, сонымен бірге біздер монолог дегеннің не екенін есімізге бір түсіріп алайықшы. Монолог сөйлеуші өз ойын бірнеше көп адамдарға арнап айтатын ауызша сөйлеу әрекеті. Монолог тек қана ауызша сөйлеу ыңғайында бола бермей, жазбаша түрде де кездеседі. Екі жағдайдың да негізгі ерекшелігі бір адамның сөйлеуі немесе бір адамның ойы екен. Тапсырма. Жоғарыда тыңдалған мәтіннің мазмұны негізінде аралас құрмалас сөйлемдер құраңыз. Мен сіздерге кішкене уақыт берейін, ойланып алыңыздар. Яғни оқушылар, сіздерде шамамен мынандай аралас құрмалас сөйлемдер болды деп ойлаймын. Бірінші, 2013 жылы Малала Ақ үйде Барак Обама мен Мишель Обаманың қабылдауында болып, содан соң Біріккен ұлттар ұйымының штаб пәтерінде сөз сөйледі. Ал 2014 жылы Нобель сыйлығымен марапатталды. Екінші, Ливандағы Сириядан қашқан босқын қыздарға арнап мектеп ашты. Кейін Иорданиядағы босқындар лагеріне барып, сириялық қыздардың білім алу ісін ұйымдастыруға ниетті екенін айтқан. Екі мысалда да аралас құрмалас сөйлем 3 жай сөйлемнен тұрады. Бүгінгі алған білімімізді бекіту мақсатында ашық тест тапсырмаларын орындайық. Бірінші сұрақ. Компоненттері салаласа да, сабақтаса да байланысатын құрмалас сөйлемнің түрі. Дұрыс айтасыздар, аралас құрмалас. Екінші сұрақ. Құрмалас сөйлемнің қай түрі? Алғашында әскери қимылдар кезек сәттілікпен өтті. Бірде Израиль әскері жеңсе, бірде араб әскері біраз жерді жаулап отырды. Мысалға назар аударыңыздар. Бұл мысал неше жай сөйлемнен тұрады екен? Яғни аралас құрмалас сөйлем екен. Үшінші сұрақ. Сөйлеуші өз ойын бірнеше көп адамдарға арнап айтатын ауызша сөйлеу әрекеті әрине монолог деп аталады. Оқушылар, олай болса үйге тапсырмалап алайық. Әлемді қорғауда ұлттар арасында қандай жауапкершілік болу керек тақырыбында монолог дайындаңыз. Дескриптор. Бірінші, қоғамдық саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдайды. Екінші, монолог үлгісін сақтайды. Үшінші, 120-150 сөз. Төртінші, аралас құрмалас сөйлемдерді қолданады. Сіздерге сәттілік тілеймін. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.